Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 4-ші тоқсан 22-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әңгіме оқимын, сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бұл сабақта сен мұғалімнің көмегімен мәтінде кім, не туралы айтылған анықтайсың, сөйлемдегі сөздердің байланысын тауып, сызбамен көрсетуді үйренесің. Балалар, бізге мынандай сөздер беріпті. Әлия, жеді, тоқаш, тәтті. Енді осы сөздерден сөйлем құрап көрейік. Балалар, мынандай сөйлемдер құралыпты. Қане оқып көрейік, сөйлемдер дұрыс құралған ба? Әлия, жеді, тәтті, тоқаш. Жеді, тоқаш, тәтті, Әлия. Әлия, тәтті, тоқаш, жеді. Балалар, қай сөйлем дұрыс құралған? Қай сөйлемде сөйлемдер байланысып тұр? Дұрыс айтасыңдар балалар, 3 сөйлем дұрыс құралған екен. Өйткені бұл жердегі сөздер мағына жағынан жақсы байланысып тұр. Әлия, тәтті, тоқаш, жеді. Сөйлемдегі сөздердің байланысын қалай білуге болады? Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен байланыста болады. Олардың байланысын сұрақ қою арқылы білеміз. Жаңа сөйлемді талдайық. Әлия, тәтті, тоқаш жеді. Сөйлем кім жайында айтылған? Дұрыс айтасыңдар балалар, Әлия жайында. Әлия кім? Кім деген сұрақ қоямыз. Енді Әлия не істеді? Әлия жеді. Яғни Әлия мен жеді деген сөз байланысып тұр екен. Екінші, не жеді? Тоқаш жеді. Яғни тоқаш пен жеді деген сөз байланысып тұр екен. Үшінші, қандай тоқаш? Тәтті тоқаш. Тәтті демеген сөзбен тоқаш деген сөз байланысып тұр екен. Енді балалар, бірінші жаттығуға қарайық. Мәтінді тыңда. Мектептен үйге қайтып келе жаттым. Қарным ашқан соң, сөмкемді ашып, асханадан сатып алған тоқашымды жайбарақат жеп келе жатқанмын. Артымнан тықыр білінгендей болды. Бұрылып қарасам, бір ит соңымнан еріп келеді екен. Аш екені түрінен көрініп тұр. Менің қолымдағы нанға ашқарақтана қарап жұтынады. Тоқашымнан бір үзіп алып итке тастадым. Соңымнан біраз жүрді де, менде енді нанның жоғын сезді білем, күдерін үзіп қала берді. Балалар, мәтін ұнады ма? Мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бала не істеді? Ол итке не берді? Ит неге қалып қойды? Жарайсыңдар балалар, енді екінші жаттығуға қарайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз, сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет. Сөйлемдегі сөздердің байланысын қалай табу керектігі үлгіде берілген. Бізге мынандай сөйлемдер беріліпті. Бала мектептен келе жатты. Ол итті көрді. Бала итке нан тастады. Үшінші жаттығу. Сөйлемдегі сөздерге сұрақ қойып, олардың байланысын сұрақ қою арқылы тап. Аспазшы тоқашты пісірді деген сөйлем берілген. Осы сөйлемдердегі қай сөздердің бір-бірімен байланысып тұрғанын табайық. Төртінші жаттығу. Көркем жаз. Нанды аяқ астына тастама. Сүтті төкпе. Бесінші жаттығу. Суретке қара. Саққұлақты тамақтандыруға көмекке кел. Оның не жейтінін айт. Жарайсыңдар балалар, енді жұмыс дәптеріміздің 22-ші сабағындағы 2-ші және 4-ші жаттығуды көркем дұрыс орындайық. Сөз сөзіне ребус құрастырып көрейік. Іске сәт балалар.